Сәлем достар! Бүгін сіздермен біз өте әдемі, көбелек тәрізді бантик жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады 4 сантиметрлік репстік лентадан 2 дана сары түсінен 29 сантиметр қылып қырқып аламыз. Және де мен мынадай жылтыр лентаны алдым. Бұдан да 2 дана 29 сантиметр қылып қырқып аламыз. Ал енді іске кірісейік.
Міне достар, осымен біздің көбелек бантигіміз дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Егер де менің жасаған бантигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де пікір қалдыра кетіңіздер.